сіздерге керемет мысалдармен бөліскім келіп тұр. Ол қандай мысал? Өзіңіздің өміріңіздегі көлікті өзіңіз жүргізіңіз. Ол қалай? Мысалы, сіз өзіңіздің көлігіңіз болатын болса, жалпы көлік айдау мәселесі емес, бұл мысал ретінде ғана берілген. Өз көлігіңіз болса, сіз не істейсіз? Өз көлігіңізде құран тыңдай аласыз, қалаған музыкаңызды тыңдайсыз, немесе қалауыңыз бойынша жүресіз. Яғни ол жерде шешім шығаратынсыз. Және де өз көлігіңізде сізге комфортно. Ал енді егер сіз автобуспен жүретін болсаңыз, қалай болады? Автобуспен жүретін болсаңыз, сіз сол жердегі ережеге бағынасыз. Бұл жай ғана мысал, бірақ өмірде өзіңіздің ойыңыз, пікіріңіз, көзқарасыңыз болмайтын болса, сіз дәл осы автобустағыдай жағдайда боласыз. Автобустың жүргізушісі қандай музыка қойса, немесе қандай радиоканал не қойса, соны тыңдайсыз. Және де өзге адамдармен қысылып, дискомфортта жүресіз. Мен қазір шын өмірдегіні айтып тұрған жоқпын. Мысалы, өмірде автобуспен жүре бересіз ғой, бірақ жалпы осы екі мысалды салыстыра келген кезде сіз өзіңіздің көлігіңіздің жүргізушісі болыңыз, яғни өз өміріңіздің. Шын мәнінде Аллах сіздің жүрегіңізге бір ойларды салса, Аллах салған ойды қалай ажыратамыз? Аллах тағала салған ой ол бірден белгілі болады, өйткені Аллах тағала салған ойды қоғамға пайдалы ма? Қоғамға пайда алып келеді ме? Деген сияқты сұраққа жауап бергенде, ол қоғамға пайдалы деген жауап болады. Ал егер ол сіздің нәпсіңіз үшін мені мақтаса екен, мен жайлы күшті бір нәрселер айтса екен, мен бір күшті көрінсем екен деген ниет болса, ол дұрыс емес ниет. Яғни шайтани ниет болады. Сол үшін де қоғамға пайдалы болу бірінші кезекте, екінші кезекте Алла жолында мол сауапқа кенелу. Осы үшінде, қыздар, екі жол. Осы екі жол. Сіз немесе өзіңіздің көлігіңізді жүргізесіз, яғни өміріңіздің сценарийін өзіңіз жазасыз, немесе сіз жаңағыдай біреудің ойымен, біреудің пікірімен сондай автобуста кетіп бара жатқан сияқты өмір сүресіз. Енді бұл жерде тағдыр мәселесін түсіндіргім келеді, қыздар. Тағдыр мәселесі төрт нәрсе бар. Ол қандай төрт нәрсе? Ол бірінші кезекте Аллах тағала адамның ажалын жазады. Яғни қанша жыл өмір сүретінін. 60, 70, 80 деген сияқты қанша жыл сізге өмір сүру жазылған, ол ажал өзгертілмейді. Яғни ажал мәселесі. Екіншісі ол сіздің қабілет мәселеңіз. Мысалы, Аллах тағала сізді белгілі бірнеше қабілеттермен жаратады. Және де сіз сол қабілеттермен өмір сүресіз, сол қабілеттерді дамытасыз, білім аласыз, қоғамға пайдалы боласыз. Қоғамға пайдалы болып берген кезде сіз өзіңіздің нәпақаңызды аласыз. Осындай. Яғни екі нәрсе өзгертілмейді. Ол сіздің ажалыңыз және де сіздің қабілетіңіз. Ал мына екі нәрсе ол өзгертіледі. Ол сіздің бақытты немесе бақытсыз болуыңыз, ол сіздің өзіңіздің жауапкершілігіңіздегі нәрсе. Және де сіздің бай немесе кедей болуыңыз, ол да сіздің тікелей өзіңіздің жауапкершілігіңізде. Адам баласы, мысалы, кейбір адамдар барлық нәрсені тағдырға жаба салады. Тағдырым осылай болды, енді қайтем деген сияқты, яғни жертва состояниесінде ол өзінің өміріне жауапкершілік алып тұрған жоқ. Аллах тағала мен осылай кедей қылды, енді қайтем деген сияқты. Мен жақсы байып келе жатып едім, банкротқа ұшырадым, сонымен бәрі қалды дейді. Бірақ негізінде адам баласы банкротқа ұшыраса да, қарызға батып кетсе де, қайтадан құлап барып тұруға құқығы бар. Өмірлік жол деген осылай. Сол үшін де, қыздар, тағдыр мәселесінде осы екі нәрсені бөліп қарастыру өте маңызды. Яғни сіздің ажалыңыз бен қабілетіңіз өзгертілмейді, ол Алладан берілген нәрсе. Және де екі нәрсе ол сіздің қолыңызда. Яғни сіз оны өзгертуге құқығыңыз бар. Аллах тағала сізге оны өзгертуге мүмкіндік берген. Мысалы, таңертең адам баласы тұрғаннан бастап, ол өзінің күнін өзі таңдайды.
бүгін жақсы көңіл күймен оянам ба, бүгін өз өмірімді өзім өзгертуге талпынам ба, жоқ әлде мен көңіл күйімді түсіріп жата берем бе деген сияқты. Әрбір адам өз өмірін өзі ұйымдастырады. Яғни әр адам өз өмірінің ұйымдастырушысы. Ересек позициясында әркім өз өмірін өзі ұйымдастыру өте маңызды. Не себепті? Өйткені мысалы қараңыз, менде 2 балам бар. Алланың қалауымен 2 баламыз, ұлымыз және қызымыз. Енді мен 3-ші балаға 2 қабатпын, яғни дайындалып жүрмін, Алла қаласа босануға. Мен не істедім? Ересек позициясында балаларды балабақшаға жібердім. Не үшін? Өйткені егер олар үйде болатын болса, олар көп телефон көреді, планшет көреді, олар дамымайды. Ал балабақша, олардың балабақшасы олардың дамуына, өсуіне, рухани тұрғыда өсуіне өте қатты әсер етеді, және де жақсы ықпал тигізеді. Және де бағасы да соған тұрарлық. Сол үшін мен не істеймін? Ересек позициясын қосам. Мен оларға бұл балабақшаны қалай қамтамасыз ете аламын? Алланың жәрдемімен, Алланың көмегімен мен не істеймін? Мен білім аламын, және де біліммен бөлісемін. Яғни өзімнің Алла берген қабілетімді қоғамға пайдалы болу жолында жұмсаймын, және де соған өзімнің еңбек ақымды аламын, яғни нәпақамды аламын. Ол нәпақаны мен өзімнің балаларыма, отбасыма пайдалы болу жолында жұмсаймын. Яғни мысалы балабақшаны төлейтін болсам, не істеймін? Бірінші кезекте ниет етемін. Я Аллам, я Раббым, сенің жолыңда, сенің осы сүйікті құлдарыңа пайдалы болуыңды нәсіп етуіңді сұраймын. Осы балаларымызға, осы балабақша 2 дүниеде де қайырлы болуын сұраймын. Сол сияқты қыздар, біз күнделікті өз өмірімізге өзіміз жауапкершілік алып отыруымыз өте маңызды. Сондықтан автобуста емес, өз көлігіңізде өзіңіз жүріңіз. Яғни өз өміріңізді өзіңіз басқарыңыз Алланың қалауымен.